Баршаңызға қайырлы күн. Келіп жеткен Рамазан айымен баршаңызды құттықтаймын. Бүгін сіздермен ең дәмді өте тойымды пигуди тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Ауызашарға жасап, ештеріңізді қуантыңыздар. Видеомыз соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең бірінші қамырын дайындап аламыз. Суға дәміне қарай тұз, қымшекер, дрожжды қосып араластырамыз. Пісе май мен ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мен салмасын еттен жасадым. Сіздер фарштан да жасай берсеңіздер болады. Етті салма үшін қызып тұрған майға етті майдалап турап қуырып аламыз. Бетін жауып пісіреміз. Енді үстіне пиязды турап салып қуырып аламыз. Енді картопты да майдалап турап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз бен бұрышты қосамыз. Менде тұздалған ет болғандықтан тұз қоспадым. Су құйып, бетін жауып, су тартылғанша пісіреміз. Қамыр көтерілген соң бірнеше бөлікке бөліп, видеодағыдай домалақтап шығамыз. Етті салмамыз дайын болды, осылай су тартылуы керек. Енді қамырды қалыңдай өйтіп жайып, ішіне салмасын салып, видеодағыдай түйеміз. Осылай барлығын түйіп дайындап аламыз.
Енді мотоварканы майлап осылай алсау етіп орналастырамыз. 10 минуттай тағы да көтерілгенше күтіп пісіреміз. Пигуди тағамымыз дайын болды, өте дәмді тойымды болып шығады. Міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып, барнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болғандар сылы видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.